жылы 5 қорды қабылдап алдық қой. Ірі жаңа Халық банкінің жинақтаушы зейнетақы қоры, олар Үміт, Грантум, одан кейін Астана Мұнайгаз деймін. Енді осы қорлардың салымшыларына, қазір енді бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының салымшыларына біз 2013 жылғы жаңағы хабарландыру жасаймыз. Сол жылдың қорытындысы бойынша және осы 30 маусымға дейін ағымдағы жылдың үлкен ауқымды жаңағыдай кампания басталып жатыр хабарландыру жөнінен. Ал жеке алған кезде біз жаңағыдай көптеген жаңа заманауи мобилдік, мысалы қосымша дейді НПФ, соны енгіздік. Ол жаңағы кез келген адам өзінің телефонынан онлайн режимінде біліп отырады. Сосын біз ең бастысы мынау электронды жаңа цифрлық қолтаңба дейді ғой, халыққа қызмет көрсету орталықтары арқылы адамдар сол жерден қолтаңбасын алып, үйден жыраққа шықпай жаңағыдай егов порталы дейміз ғой, сол арқылы өзінің жаңағы жеке зейнетақы шотының жай-күйі туралы, ондағы инвестициялық табыс туралы барлық мағлұматты толық алатындай жағдайға міне осы қыркүйектен бастап кірісеміз. Кіріседі, егов порталы арқылы. Интернет арқылы бар, бұрыннан істеп келе жатқан. Сондықтан да жаңа жариялық деп айтып отырған нәрсе, енді адамның өзінің ынтасына қарай, өзінің ізденуіне қарай, адам өзінің ақшасы бұл, еңбек жаңағыдай маңдай термен тапқан. Ол қалай жиналып жатыр, оған қандай табыс болды екен, соның бәрін білгісі келген адамға, ізденген адамға меніңше ешқандай кедергі жоқ. Жақында енді мысалы мынадай бір сіздерде осы 3 жылдан кейін жаңа қосымша бір жұмыс беруші қосымша 5% беріп отыру керек екен, 5% тағы төлеп отыру керек екен. Шартты жинақтаушы компонент деп аталады ма, солай, солай аталады екен. Иә, бұл жаңағы мысалы ол жұмыс істеушінің емес, жұмыс берушінің есебінен төленетін нәрсе ғой, сонда. Иә. Ал енді соны қазір айтып жатыр, мысалы бұл көлеңкеге кетуге мәжбүрлейді. Сіздің пікіріңіз қалай? Енді бұл жерде де кішкене былай, мысалы сіз өзіңіз кәсіпкерсіз, мен сізді жұмыс істеймін, сіз маған 10%-ті жаңағы зейнетақы қорына аударасыз, мысалы 10 теңге. Тағы да 5 теңгені ай сайын үкіметке аударып отыруыңыз керек екен. Мысалы сіз кәсіпкер ретінде сізді ол әрине жоқ, келісермедіңіз? Кәсіпкерлер әрине олардың негізгі мақсаты табысты көбірек алу ғой. Салықтан да қашат басқа. Ал мысалы қарамаңда 100 адам болса 500 мың теңге кетеді ғой, мысалы, жарты миллион. Енді жоқ, ол қажет болар. Себебі бізде болсын, мысалы, жалпы капитализмнің өзінің мына дағдарыс, жаңағы сіз айтып жатқан әлемдік дағдарыстар деген жеке бір тұлғалар миллиардер бәлем болып кетіп жатыр. Елдегі халықтың әлеуметтік жағдайы төмен, жалпы тұрғындар жалпы дүние жүзі бойынша кедейленіп жатыр. Сондықтан осыдан құтылудың бір жолдары, ол мына Норвегияда қабылдап жатыр. Жалпы осы әлеуметтік нені азайтып, ол кәсіпкерлік болса, оның табысы, мысалы, белгілі деңгейден жоғары болса, ол қосымша төлеу керек. Соның бір түрі деп ойлаймыз бұны. Ондай нәрсе ол әлеуметтік жағдайға берілген дұрыс негізі. Себебі кәсіпкерлерге барлық жағдай жасалып отыр ғой. Екінші жағдай, бұл жерде біз кәсіпкерлік көтерілу керек. Осы жағынан бізде үлкен проблема. Бұның бәрі негізі экономика болғасын бір-біріне байланып тұр ғой. Мысалы, шағын және орта кәсіпкерліктің үлесі бізде экономикадағы небәрі 15-17% ғана. Ол қоғам тұрақты даму үшін ол 50-55%-дан жоғары болды. Содан кейін екінші өте күрделі мәселе, мына біздің институт сонымен айналысамыз. Мына үкіметке де, кәсіпкерлер палатасына бәріне жазып бердік. Біздегі инновацияның экономикадағы үлесі және бизнестегі үлесі 1% ғана. Ол 1-0-дің қасында тұрған нәрсе ғой. Жоқ. Мысалы, Швейцария мен ақш-та осы көрсеткіштер 50%-дан жоғары. Олар батыс дамыған елдердің біздің елден айырмашылығы сода, инновацияның жоқтығында. Ол экономика көтерілетін болса, бұл табыста көтеріледі, мына зейнетақы қоры да байиды дегендей мәселелер ғой. Осыны мына зейнетақы қорына
стимул жасау үшін істеліп отқан шара жаңағы. Ол керек. Зейнетақы қорына керек деп ойлайсыздар. Ал жалпы одан қандай бір тиімділік болады деп ойлайсыздар? Жаңағы мысалы жұмыс беруші 5%. Жұмыс берушіге ме? Иә, жаңағы жұмыс берушіге болсын, жалпы зейнеткерлерге болсын, қандай тиімділік болады? Енді зейнеткерлерге тиімді болады ол. Жұмыс берушіге де мына ағамыз айтып отқандай экономикалық тұрғыдан алғанда бір пайдасы болатын болып тұр ғой. Ал жалпы алғанда енді талаптарына келетін болсақ, бұлар мұраға қалдырылмайды деп отыр. Мысалы, егер де жаңағы міндетті 10%-ымыз біздің ол мұраға қалатын болса, адам зейнет жасына жетпей қалған жағдайда оның жаңағындай мұрагерлеріне қалады. Бұл жерде енді бұл басқаша болып тұр. Жалпы осындай ерекшелігі бар. Осы зейнетақы қорындағы ақшаларды көздің тірісінде адам ала ма, ала алмай ма? Ала алады. Зейнетке шыққаннан кейін алады. Мысалы, жұмыс істеп жүрген кезінде ала ма бір? Белгілі бір мерзім. Белгілі бір жасқа. 10 жыл өткеннен кейін ер адам 63-ке толса, сосын аласыз. Сол кезде алады. Оған шейін ешқандай қол салмайсың, ешқандай мысалы. Соны керек болды, баламды оқуға түсіру керек болды мысалы. Сол кезде бір зейнетақы өзінің қорыма ешқандай бір алып, бір оны пайдалана алмаймыз мысалы. Аннуитеттік сақтандыру деген мәселе бар бұл жерде енді. Ол жаңағы белгілі бір жасқа жеткен кезде, сол кезде енді белгілі бір мөлшерден асқан кезде, егер де сіздің жинаған зейнетақы қаражатыңыз сол кезде мүмкін. Ол да заңнамамен жаңағыдай реттелген нәрсе. Оны нақты біздің жаңағы қорға келіп, нақты шарттарын білуіңізге болады. Сондай бір шарттар бар дейсіз. Сосын жаңа шетелге мысалы Қазақстан Республикасынан тыс жерге мекен жайын аударған кезде, өзінің көшкен дейміз ғой, қазақша айтқан кезде. Сол кезде мүмкін өзінің зейнетақы қаражатын алып кетуі. Тағы қандай бір тиімді жаңалықтар бар салымшыларға мысалы? Салымшыларға 10 миллионнан астам салымшы бар екен енді. Барлығы да бір қорға жинақталды. Барлығы бір жерде, бақылауда бір жерден. Шығындар азайды. Шығындар азайды. Сосын қолжетімділігі, жаңағындай жаңа технологиялар дамытуға, жаңағыдай реформды қалай айтсақ болады, жаңалықтарды енгізуге, осыны жақсартуға, осы процесті бір жерден жағдай жасалады. Сосын өңірлік желіге байланысты. Мысалы, кейбір қорлардың мүлдем шалғай жатқан аудандарда жаңағындай қызмет көрсету орталықтары болмаған. Сондықтан да салымшыларға өте қиын болған. Ол үшін ол бір жерге барып, жаңағындай аудан орталығына ма, жоқ, жақын орналасқан қалаға ма барып алу керек болатын үзінді көшірмесін. Интернетте жоқ шығар ол ауылда мысалы. Ал қазір енді сондай шалғай орналасқан ауылды мекендерде почта қызметі арқылы почта қызметі арқылы да жалпы қызмет көрсету орталықтары ашылып жатыр көптеп. Ашыла береді де. Сондықтан сосындай жақсылығы, артықшылығы, ерекшелігі бар. Жалпы шығындар азайды дегенге сіз қалай қарайсыз? Ол шығындар әрине бұрын қанша 20-ға жақын болды осы қорлар. Енді солар бір жиналып ол жақсы. Енді жаңа 7%-ға азайды деп отыр, 7,5%-ға. Мемлекетте үкіметке сенім болу үшін бұның механизмдері нақты болу керек. Бірінші, екінші ол ашық болу керек. Жаңағыдай айтылып жатқан жаңа нәрселерді, мысалы алыс шалғай аудандар, тағы басқа, мына біздегі ресми органдардың бір несі осыны ашып айта алмайды не екенін. Мүмкін мына телевидение айтып, сол арқылы жетер халыққа. Мүмкін сіздердің осы жұмыстарыңыздың бір үлкен маңыздылығы да осы да болар. Телевидениенің басқа нелер арқылы. Бірақ осы біздегі ұлттық банкте мысалы әр 90 сайын шығып, ақпаратын беріп тұрса. Құрметті көрермендер, үкімет бастаған реформа қарапайым адамдардың көңілінен шығады деген үмітпен бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Бұл тұжырым бағдарламасы.